Аякуш, не болды? Не қуаңай отырсың? Біреу тиді ма? Не болды? Айтшы. Тәте маған ұша береді, мен жақсы көрмейді. Тәте ма? Жақсы көреді ғой сені. Неге қашан ұрсып жүр? Ұрысты ма не саған? Күнде ұрсады, мен жек көреді. Анелек, қашан ұрысты саған? Қазір сөйлесем тәтеме. Саған ұрсып жүр ма не? Жақсы көреді ғой, тәтең сені жақсы көреді. Жоқ, ол мен жақсы көрмейді. Неге өйтіп айтып жатсың? Тәтең жақсы көреді сені. Қашан тиді саған? Қашан ұрысып жатыр? Қазір тәтеңмен сөйлесем. Анелек, қақта тәтең? Анеля. Не болды? Анелек, сен Аякушқа күнде тиіседі екенсің, ұрсады екенсің. Кім? Мен ба? Иә, сені ренжітеді деп жүр ғой. Оған тиіспеймін ғой, жақсы көремін оны. Ұрыспаймын. Әлихан шығар ренжітіп жүрген. Аякуш, тәтеңмен тату бол, иә? Тәтең сені ренжітіп отқан жоқпын дейді. Ренжітпеңдер Аянаны. Жарайды, мен тамағымды істейін, екеуің сөйлесіп, дос болып отырыңдар, иә? Мама, Аякушқа тиіспеймін ғой, ол мен сіңілім. Не болды? Айтып бердің бә? Ештеңе өзгерген жоқ. Бірдей өзгереді деп ойладың ба? Мама тек мені ғана жақсы көреді. Істеп алған шашын қараш. Көзіне жылтырлақ жабыстырып алып қой. Дым жарасып тұрған жоқ. Айттым ғой, тәтем мені жақсы көрмейді. Терезенің шаңын түсіріп алайын қазір. Аякуш, ойнап отырсың ба? Иә. Шаң болып кетіпті ма? Ой, даладан құм келіп ана терезені жабайын десем ыстық. Не істеп отырсың, Аякуш? Күшті ойнап отырсың ғой. Аға, не болды? Аякуш, неге төктің? Жоқ, мен төккен жоқпын. Сен төктің ғой, жаңа көрдім ғой мен. Жоқ, жаңа конфетті Аякуш төкті. Неге төктің, Аяна? Мен төккен жоқпын, тәте төкті. Мама төкті, мен төккен жоқ. Аякуш, неге төктің? Аякуш, Жайдан жай төге салдың ба? Сіңілім, өйтіп өтірік айтуға болмайды. Бұлай алды да төге салды. Жарайды, өзім жинай салам қазір. Жоқ, өзі төкті ма, өзі жинасын. Ана тәтеңді көрдің ба, сені жақтап жатыр. Мен жинай салам деп жатыр. Неге сен тәтеге жала жауып жатсың, сен төктің деп? Жоқ, мен төккен жоқпын. Кім төкті енді? Тәте жаңа көрдім, мен төккен жоқ. Сен төктім. Жарайды. Мен төктім дей салайыншы. Сіңілім, мұңаймасын, өзім жинай салам. Ту, тәтеңді қараш, сені ойлап тұр. Аяна, сен өтірік айтып жатсың. Тәтеңді қара, өзі сен төктің, тәте деген жинап қойды. Анеля, молодец, менің қызым, алтын. Сіңлісін жақтап жүреді өзі. Әрине, мен сіңілімді ренжітпеймін ғой. Сені ойлап жатыр, тәте ренжітпей сені. А сен төктің да, тәтеден көре салдың. Мен емес. Я, болды, қоя салшы енді. Анелек, молодец, сіңіліңді қорғап, сіңіліңе қамқор болып жүресің, ойната ғой сіңіліңді. Ал сен олай келесіде өтірік айтушы болма. Я, мама, ойнамаңыз, ойнатам ғой сіңілімді. Не болды? Мен шашқан жоқпын. Я, не шаштым. Бірақ бәрібір мама, маған сенеді, саған сенбейді. Жинанан. Аттым ой, тәте мені жеп көреді. Мен ыстық самса әкелдім сіңіліме. Молодец, сіңлісін ойлап жүреді өзі. Әне, тәтеңді көрдің ба, қандай? Қара көрдің ба, саған самса әкелді. Ыстық емес па? Жоқ, ыстық қойдым. Бірге жеп ойындар, не қаме, әне қалап жазайын. Бер, ініңмен сіңліңе бере ғой. Тарт қолыңды. Шынымен саған әкелді деп ойлап қалдың ба, өзім жеймін бұларды. Маған да берсе, менен қалса жейсің, қалмаса жемейсің. Маған да берсейш. Жоқ, бұл үйде тәтті нәрсенің бәрін бірінші мен жеймін. Не істеп отырсың? Ойнап отырсың, тәте келіп ойнайсың ба?
мен сенімен ойнамаймын. Мынау сенің блокнотың, ал мынау менің блокнотым. Сен менің блокнотымды неге сызып тастадың? Аяна, неге сыздің мен блокнотымды? Новый блокнот қой бұл. Енді қазір қызық болады. Мама, Аякуш мен блокнотымды бүлдіріп тастапты. Сызып тастапты. Мен емес. Болды, не қылып айқайлап жатсың да? Мама, қарашы, мен блокнотымды сызып тастапты Аяна. Аякуш, неге өттің? Неге сызып тастадың, сұрасам беретін едім ғой. Мен емес сызған. Қарашы, мама, новый Неге сұрамайсың ба? Беретін еді ғой. Не сызып тастадың енді новый блокноттың? Неге сіздің Аяна тәтем блокноттың? Аякуш сызып тастады ма? Да. Аяна неге сіздің? Мен емес сызған. Енді кім сен көп өтірік айтып жатсың? Тәте өзі блокнотын өзі сызып айтып шығар. Саған новый блокнот алып берем енді, иә? А сен сөйтіп сызғаның үшін саған блокнот жоқ. Келесіде өтірік айтпа өтіп. Тәте, неге олай істедің? Енді новый блокнот алып аламын. Былай тұршы әлі. Өтіп кетейін. Аяна, су әкеп бер. Аянамнан төк кел. Тез төккеш сосын. Аяна, терледім, желпітіп тұрш. Сықтап кеттім. Дұрыстап тезсен желпет. Аяна, не ғой сен? Сен де маған сенбейсің. Тәте маған ұрса береді. Тәте өтірік айтып жүрма бәрін. Я. Өзі істеп алып сенен көріп жүрма. Қазір не сен айтеңді. Онда былай істейміз. Қазір тәте көрсетеміз қазір, е? Мұңаймай қой. Тәтең көп еркелеп кеткен сияқты. Нүлік боссың ба? Мынаның ішіне Аякуштың сумкасы о. Аякуштың киімдерін салшы. Жинаш Аякуштың киімдерін, шорты, футболкаларын. Бәрін жинай ғой, сумкасына салып, әдемілеп жинап бер. Киімдерін бәрін жинаймыз да, Аякушты басқа отбасыға бер жібереміз. Басқа отбасының қызы болады. Енді саған керек емес қой ақыры сіңлі. Соң ұрса бересің оған, жұмсай бересің. Саған ақыр керек емес сіңлі, басқа отбасыға апарып тастаймыз. Киімдерін бәрін жина, сосын 1-2 ойыншығын бересің ба, бермейсің ба? Соны апарып тастайық. Анау шортыларын да ал. Маған Аякуш керек? Қой, сен Аякушқа ұрса бересің. Сен істеді деп Аякушқа жаба саласын бәрін. Аякуш жылата бересің. Анау бұрышта мұңайып отыр Аякуш біресі. Сен сөйтіп ренжіте бересің ғой. Сал, аш ішіне киімдерді жина. Не істейсің? Рахат, сосын өзің жүресің, сіңлің бер жібереміз басқа отбасы. Жоқ, маған керек. Мен Аякушқа көп ұрсып кетіппін ғой. Мен Аякуш жақсы көрем, ешкімге бермейші Аякушты. Неше ұрса бересің сіңліңе? Апал сіңлілер өстіп ұрсып, сосын екеуін екі үйге жіберу керек шығар, ұрсатын апал сіңлілерді. Неге бір-бірлеріңмен өйтіп ұрсасыңдар? Ол сенімен ұрыспайды еще. Сен жұмсағаныңа барады, сенің көрдің бе? Айтқаныңды істейді. Ал сен оған жала жауып жатсың. Ол мұңайып отыр ана жерде, білесің бе, біреусі. Мен қазір ешкімге бермеймін. Аяқ, кешірші мені. Енді ренжіп кешірші мені. Мен сені ренжітпеймін. Кешірші, көп ұрсып кеттім мен саған. Сіздер де сіңілдеріңізді ренжітпеңіздер. Ешкімге бермеймін, басқа отбасыға бермеймін сені. Тәте, мен сені де жақсы көрем.
Достар, қыздарда бүгін осындай видео шықты. Қыздар деген актер ғой, екеуі деген шынымен жылап жіберіп соңында. Анелік деген шынымен аяқ ұшты без жүретін адам шап шынымен жылап жібергендей. Қыздар нағыз актер екен, жылайтын жерінде жылап, ашуланатын жерінде ашуланып. Молодец. Анелік деген аяқ ұшты кәдімгідей жылап, мұңайып, ұрсып атқан жерінде. Видео сіздерге де ұнады деп ойлаймыз. Егер сіздер апаларыңыз, тәтелеріңіз, немесе сіңілдеріңіз болса, мүлдем ренжіспеңіздер, ұрыса бермеңіздер. Апа сіңілдеріңізбен қарым-қатынастарыңыз қандай, комментарийға жазып кетіңіздер. Біз видеоны аяқтаймыз. Келесі видеода кездескенше. Пока-пока.